өзбекте де, түркменде де, татарда да бұнданlar жеткілікті. Біздің мектептің өзінде естілді. Солардың ішінде бұл Гүлнардың жөні бөлек. Оқиға былай басталды. Ақпанда саулы 1971 жыл. Желтоқсанның 24-і. Отымыда жөнделмеген тракторлар бар. Бір қарап келейін. Үйде шешем бар ғой. Бір нәрсе болса қабылдасатын шығар деген оймен Қорғанбек аға жұмысқа кетті. Сол күні Жұмагүл тәте босанды. Қорғанбек ағаның қуанышында шек жоқ. Сүйінші! Қызымның атына бұндап гүлдей нәзік болып, нәрдей тәтті болсын деп атын Гүлнар қойды. Сүйінші қазақ еді. Анасының қуанышы, әкесінің еркесі болып өседі. Арада 10 жыл қасқарып сәтте өте шығады. Не шалаңсыз Гүлнар орнап жағына еді. Бақытты балалы шаққа орады. Әке анасының аялы алақанында. Бақытты білімделер. Бауырына таластар жеген тәттілер, ойыншықтар, қызықты оқиғалар, бақытты сәттер, ғажайып ертегі. Мектептің тамаша кезеңі оқушы каникулындай өте шықты. Ақ бантик таққан баласа қызды қол бұлғаған 20 жас бауырына басты. Есейгісі келмесе де жастық пен сыныптың бақшасына түсті. Ата-анасы Гүлнарымыз өте жетті деген қуанышты сөздеріне масаттары сете барды. 20 жас, болашақта әдемі, сені көретін жұмбақ уақыт. Гүлнарды жарқын күлкі, асыл армандар, шытырман оқиғалар, жаңа идеялар, сенімді ойлар жетеледі. Қысқасы, өмірдің барлық істері өмірге әдемі кемпірқосақ айналды. Әрдайым кереген бар қызық мол жылдар, студенттік өмірдің қызық шақ барақтары, диплом, алғашқы жұмыс, еңбек. Бірақ бұл жаста жаздай жалғызға, күндей күлімдей, күндей құлдырған қызды тастап кете барды. Отыздай белесіне шығарып салды. Өкпеледі, ренжіді қимады. Алайда 30 жас айналы, толғанып, ана Гүлнарды бауырына түсіріп алды. 30 жас адам баласының керемет кезеңі. Көзде ол, көңілде күн, өмірін көктем. Кешегі батыл мақсаттар бүгін шындыққа айналды. Армандар орындалды. Жеңістер де тыс қалмады. Алла мақсатына жету үшін Гүлнарға күш пен табандылық, сабырлық пен шыдамдылық берді. Жанына демеу болатын бұл мен қыз берді. Сәттіліктер де серік болды. Күн сайын жаңа жоспарлар. Жоспарларды іске асырудың керемет кезеңі. Алланың осындан зерденің өз алдына, жүрегінің жылуы мол, жаны таза, жүрген жерін берекеге толтыратын арманшыл ару, енді аяулы ана, қамқоршы қыз, жанашыр бауыр. Осылайша өмірдің өзі нағилы аяқталып, келесі кезеңге жол тартты. 40 жаста Гүлнардың қонақжайлықпен қарсы алды. Төрге отырғызып, асты үстіне түсіп әдет болды. 40-нан жасырған Гүлнарды жастық пен қуаныш әкелетін өмірді ақиқатты түсінуге, көптеген достармен, жақындармен жылы қарым-қатынас орнатуға тырысты. Гүл менен нәрмен, жан-жағына көбірек шашып, жақын адамдарына бақыт берді. Жанашыр әке, сүйікті, ұстаз, сырлас жұбағы ятады. Талап пен жігер жетелеген өмір өрісінде өзгелерден озып дараланды. Заты әйел болған өмір жүрген ерлермен тең арқалады. Үй салды, құдық қазды, ағаш отырғызды, бала тәрбиеледі. Тұрақсыздық пен үйлесімді орната берді. 40-тың қызығына толып үлгермеген қызға елу есік ашып қарап тұр. Гүлнар әр бұлқынды, бер бұлқынды. Себебі Гүлнар сырт көзге өте сарылы еді. Тағы да сарылығы мен тәкаппар мінезі көмекке келді. Гүлнар,
Гүлнар, елу кедергі емес. Бұл қадамға апаратын жол. Сізді өмір көптеген жетістіктерге жеттіңіз. Бірақ сіздің өміріңіздің әлі жартысы бар. Деп Гүлнарды құттықтап, өзінің құрметті орнына отырғызды. Біз сізді елудің қасиетті тағына отырғызамыз. Бұл тақта сізді үлкен құрметті күтіп тұр. Бұл қыздарыңыз енді сіз үшін алаңдап көрген келеді. Сізге күнде телефон шалады. Шәкірттеріңіз игі істер жасайды. Құда-құдалар төрге тұрғызып құрмет көрсетеді. Әріптестеріңіз тек қана жылы сөздер айтады. Тағы да елудің келесі 50 жылдық тек картасын ұсынады.